Лә иләһә иллаллах. Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы Құдай жоқ. Бұл болмыстағы ең ұлы сөздер. Соны жүзеге асыру үшін Аллах жаратылыстарын жаратты, елшілерін жіберді және кітаптарын түсірді. Ол тақуалықтың сөздері және діннің негізі және иманның тірегі. Ол сондай-ақ кім содан ұстанса, жетістікке жететін берік тұтқа. Әрі кім сонымен дүниеден өтсе, сол ізінен ешқашан бақытсыздық болмайтын мәңгілік бақытқа ие болады. Әрі бұл сөздердің қадір қасиеті мен діндегі орны оны сипаттайтындардың сипаттамаларынан және біліп танушылардың біліп танығандарынан тым асқақ. Жәбир ибн Абдуллахтың радиаллаху анхума былай дегені жеткізіледі: мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ең жақсы зікір бұл лә иләһә иллаллах деген естідім. Әрі бұл дүние тұрғындарынан кез келген заман мен мекенде осы сөздерді көп айтатын адам шынайы, жеңімпаз әрі ұлы сый иесі болады. Өйткені оның тілі осы сөздерді айтудан қорғамайды, әрі жүрегі оны қайталаудан және оның мағынасын еске алудан, әрі оның мақсаты туралы ойланудан жалықпайды. Ол сондай-ақ кез келген және нақты жағдайларда да айтылатын зікірлерден болып табылады. Мұсылман адам оны алысқа және жақынға кетсе де, қолы бос кезде де, әлде бір нәрсемен айналысып жатса да, сапарға шықса да, өз мекенінде болса да, отырса да, тұрса да, намазында да, оразасында да, қажылығында да, умрасында да үнемі айтуға тиіс. Оны дәрет алып болғаннан кейін, түн ішінде ұйқыдан оянғанда, таңның алғашқы уақытында және кешке намазды бітіріп, екі жаққа сәлем бергеннен соң, қайғы мен қиналу кезінде, әрі арафа күні айтуға арнайы үндеу келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең жақсы дұға бұл арафа күнгі дұға. Ал мен және менен бұрынғы пайғамбарлар айтқан сөздердің ең жақсысы لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير болған деп айтқан.